Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Достар, бүгін біз Toyota центрдегі жүрілген көліктердің бағасын түсіретін боламыз. Қателеспесем, бұл Toyota центр Е10 көшесі бойында орналасқан. Ендеше сіздер бізбен бірге болыңыздар, ал біз шығарылымды бастадық. Kia Soul қызыл түсті, титанды дисктер, аяққа тірегіш жоқ, көлік қатты биік емес, бір шамамен 1.65, бірде сондай биіктігі 1.65, 1.6 шығатын шығар. Жалпы іші қапталған көліктің комплектациясы базовый екен, бастапқы. 2018 жылғы 35.000 км жүрген, бензинмен жүреді, қозғалышының көлемі 1.6, автомат, алдыңғы жетекті, хэтчбэк шанағында 4 есікті. Бағасы 7.650.000 теңге. Қызыл түсті. Мынау бізде Toyota Camry 55. Баршаңызға сәлем. Менің атым Әділет. Бұл жобада мен қарапайым отбасынан шыққан, айлығынан артық ақша артылмайтын адамды ойнайтын боламын. Байқағандарыңыздай, бұл гелік менікі емес. Әрине уақытша. Әрекетке берекет деген емес пе атам қазақ? Сондықтан да қолымда бар 26.000 теңгені алып, осы жылдың аяғына дейін Геленваген автокөлігіне қол жеткізуді алдыма мақсат етіп қойдым. Осындай сәттің куәгері болуларыңыз келсе, каналға жазылып, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Видеоның жалғасын профильде көрсетілген сілтемеден өтіп, YouTube арнамыздан тамашалаңыздар. Комплектациясы қатты мықты емес, титанды дисктер. Іші былғардан жасалған, қара түсті. Жалпы көлік комплектациясы S3 дейді. S3 па? N3 па? Так, R3 қателеспесем. Өйткені российская сборка. 2017 жылғы 135.000 км жүрген, бензинмен жүреді, қозғалышының көлемі 2.0, автомат. R1 ма? Жоқ, S3-та сонда. Алдыңғы жетекті седан шанағында бағасы 9.900.000 теңге. Қозғалыш көлемі 2.0. Toyota Camry 55-ке почти 10 миллион деген өте қымбат. Toyota Camry 50, Toyota Camry 50-ка. Титанды дисктер, жалпы көлік қара түсті, жылтырап тұр. Көліктің іші қапталған. Екен. Көлік комплектациясы R2, российская сборка, 2012 жылғы 214.000 км жүрген. Бензинмен жүреді, қозғалышының көлемі 2.5, автомат, алдыңғы жетекті, бағасы 8.350.000 теңге. Іші былғардан жасалмаған, іші матадан жасалған салоны. Келесі бізде Nissan Qashqai. Nissan Qashqai титанды дисктерде орнатылған, үстінде рейлингтер бар, панорамасы да бар. Көліктің іші қателеспесем қапталған. Жалпы жақсы жағдайда сияқты көлік. Көліктің комплектациясы Prestige Plus, 2010 жылғы 136.000 км жүрген, бензинмен жүреді, қозғалышының көлемі 1.6, вариаторда, алдыңғы жетекті. Кроссовер ғой, енді седан деп жазып қойып, қателескен. Жалпы бағасы 5.250.000 теңге. Іші матадан жасалған екен. Түсі қара түсті емес, міне кішкене қара қызыл түсті. Бірақ түнде қара болып көрінеді. Егер жарық түсіретін болсақ, қара қызыл екенін көреміз. Toyota Camry 50. Титанды дисктер, жалпы аппақ белгі жемчуг маржан түсті.
Мына жақта бронепленка жабыстырылған, көріп тұрсыздар ма, екіге бөлінген, яғни тастар ұшқан кезде тимейді. Жалпы көліктің іші қапталған, комплектация N4, яғни толық комплектация. Японияда жиналған. 2014 жылғы 115 мың километр жүрген, бензинмен жүреді, қозғалышын көлемі 2.5 автомат, алдыңғы жетекті. Бағасы 9 миллион 650 мың теңге. Байқап тұрсыздар ма? 9 миллион 650 мың 50-ка, 2.5. Мынау 55-ка, 2000, енді 55-ка жаңарақ, 9 миллион 900 мыңға. Екеуінің арасындағы айырмашылық 250 мың теңге ғана. Келесі тағы да бір Toyota Camry 50-ка. Сұр түсті, сырылған жерлері бар екен, міне кәдімгі көрініп тұр. Титанды дисктер тағаланған баллондарда орнатылған. Іші былғардан, қара түсті былғардан жасалған. 2013 жылғы комплектация N4, яғни жапондық комплектация, және де 2.5-тің толық комплектациясы. 2013 жылғы 131 мың километр жүрген, бензинмен жүреді, қозғалышын көлемі 2.5 автомат, алдыңғы жетекті, бағасы 8 миллион 950 мың теңге. Жалпы толық комплектация 8 миллион 950 мың. Кішкене ақша кеткен, кішкене шығын шығару керек, жөндету үшін. Ал бірақ, мына 50-ка қарағанда, мына 50-ка 1 миллион теңгеге шамамен арзандау. 700 мың теңгеге ме арзандау. Мынау бағасы жоқ. Toyota Camry 70-тік қара түсті, титанды дисктер. Жалпы комплектациясы жақсы. Алдында жалпы ішін көрейік, салоны былғардан жасалған. Комплектациясы Prestige Plus. Toyota Camry 2018 жылғы 44 мың километр жүрген, бензинмен жүреді, қозғалышын көлемі 2.5 автомат. Алдыңғы жетекті, бағасы 13 миллион 400 мың теңге. Дәл осындай қара түсті Toyota Camry 70-тік титанды дисктер. Люкс комплектациясында, комплектациясы мықтырақ. 2018 жылғы 35.700 км жүрген, бензинмен жүреді, қозғалышын көлемі 2.5 автомат, алдыңғы жетекті, іші былғардан жасалған, енді люкс болғандықтан. Бағасы 14 миллион 390 мың теңге. Екеуі де Ресейде жиналған. Мынаусы да. Мына көліктің бағасы жоқ, шықпаған. Міне, мына көлікті. Lexus GS 350. Титанды дисктер өте әдемі көрінеді. Altenso деген баллондар. Үстінде люк бар. Жалпы іші былғардан жасалған. Қатты, керемет жағдайда деп айтамаймын. 2012 жылғы комплектациясы премиум. 132 мың километр жүрген, бензинмен жүреді, қозғалышын көлемі 3.5 автомат, толық жетекті. Бағасы 10 миллион 300 мың теңге. Бірақ түр жағынан менің ойымша GS 350 алып қояды деп ойлаймын. Toyota Camry. Енді ол менің ойым. Достар, шығарылымды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Бізбен бірге болыңыздар, арнаға жазыла кетіңіздер, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем. Менің атым Әділет. Бұл жобада мен қарапайым отбасынан шыққан, айлығынан артық ақша артылмайтын адамды ойнайтын боламын. Байқағандарыңыздай, бұл гелик менікі емес. Әрине уақытша. Әрекетке берекет деген емес пе атам қазақ? Сондықтан да қолымда бар 26 мың теңгені алып, осы жылдың аяғына дейін Гелендваген автокөлігіне қол жеткізуді алдыма мақсат етіп қойдым. Осындай сәттің куәгері болуларыңыз келсе, каналға жазылып, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін.
Видеоның жалғасын профильде көрсетілген сілтемеден өтіп YouTube арнамыздан тамашалаңыздар.